Барлықтарыңызға сәлем достар, сіздермен бірге мен Аку және біздер бүгінгі видеода кәдімгі жасыл биомды қысқы, яғни қыс биомын айналдырып жіберетін мод жайлы айтатын боламыз, және мен оны көрсететін боламын. Ол модты көптеген ютуберлер Онтик, Дейлин, Айшуақ деген сынды ютуберлер өздерінің сериалдарына қолданған болатын. Мен ол модты қазір видеода айтатын боламыз, ал біз видеоға қарай кеттік. Готе, пау! Так, міне өте керемет деп біздің мейірімізге кірдік. Міне осы мейірді қазір көрсететін боламын. Так, бұл шейдердің өзімен, шейдердің проблемалары. Так, модта ондай проблема жоқ. Міне егістіктен қазір үймен, ағаштармен әдемілігін тексеретін боламыз. Дәл қазір менде жасыл биомда тұр. Дәл қазір мен оны модты әлі қосқан жоқпын. Мен ол модты қосқаннан кейін барып қайта оралатын боламыз. Ал мен модты қосамын. Кеттік. Так, мен дәл қазір модты қосқан болатын. Дайынсыздар ма көруге? Мен прям в офиге болдым. Так, 1, 2, 3. Вау! Просто вау! Басқа түк дей алмаймын. Мынаны қараңыздар. Мінекән барлығы қыз-қыз жүріп, қыз. Мынаның шөптердің бәрі аппақ прям мына. Өте керемет түрде жасалған. Міне, нақтылай качелесімен бірге өп деп кешенеміз. Так, өте керемет. Міне, ең алдымен тексеретін зат ол мына қар, жердің бәрі жағы, ненің бәрі қарға айналды. Модты қосқан сәттен бастап. Ал шөптерге дейін, даже шөптерге дейін, обыкновенный шөптерге дейін неге қар қылып жіберген ағаштарды міне барлығы зимний биомдағыдай. Міне қаяққа жүрсек те бізде зимний биом, қайда жүрсек те міне шексіз зимний биом. Так, мінекей өте тамаша. Міне вообще тема. Так, на егістіктерге ол жасамайды екен, өкінішке орай, я. Так, не тексереміз біз? Міне ағаштар өте тамаша. Бұл 1.5 версияға 1.1.5-ке мод, короче, оны табу өте қиын. Яғни, так, міне нелер тауларды көрейікші. Вообще тема ғой мынау, ебат. Тема ең. Видеоларыңызды қолдансаңыздар болады. Мысалға Онтик бұны қолданған болатын. Менің ауылымда мұз басты деген видеосын көретін болсаңыздар, осы секілді мод, тура осы деп айтамайын, бірақ осы секілді бір модты қолданып, олды түсірген болатын. Бұл өте тамаша мод. Телефонға түк қатпайды. Мен шейдер, если шейдер осы видеоға 50 лайк жайлайтын болса, 50 лайк, мен шейдерді келесі видеода слейт ететін боламын. Но тема шейдер қатпайды. Так, мен қазір мини обзорчик жасап жіберемін осы нелерге. Все, қазір мына жерде мини обзорчик жасап жіберемін. Прям қарлың нелеріне, әдемілігіне. Достар, жаңа айтып өткенімдей, бұл мод өте осындай керемет, яғни атмосферный. Бұл модтың ссылкасы описаниеде болады. 1.5-ке телефонға, яғни любой телефон көтереді. Міне осымен біз видеомыздың соңына да келіп жеттік. Бұл енді бұл мод, яғни мен сіздерге деген жаңа жылға деген менің мини подаркам десем де болады. Ал келесі видеоларға кездескенше лайк басып, комментарий жазып, подписаться етіп кет, өйткені бұл каналда тағы да модтар көп болады, оларды жіберіп алма. Ал пока.